Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар мен көрермендер. Бүгін сіздер номер 62 мектеп лицейінің жаңа тынысын ашатын алғашқы телестудиямыздың подкастының куәсі боласыздар. Подкастымыздың атауы «Жаңа студия, жаңа мүмкіндіктер». Себебі бұл студия жай техникаға ғана емес, жаңа ой, жаңа бастама, жаңа шабыттың символы. Бүгінгі бағдарламамыздың басты қонағы осы мектепте ұзақ жыл ұстаздық қызмет атқарып, саналы ұрпақ тәрбиелеген, бүгінде ұлының қолдауымен мектебімізге тағы бір игілікті іс жасаған Аяулжан Айсұлу апай. Айсұлу апай, мектебімізге қош келдіңіз. Мектебіміздегі осы тарихи сәтте өзіңізбен бірге болғанымызға қуаныштымыз. Айсұлу апай, алдымен өзіңізді аз-кем таныстырып өтсеңіз, осы мектепте жұмыс істеген жылдарыңыздағы ең ыстық, ең есте қалған сәт қандай? Мен осы Арал қаласына 1970 жылдан бастап 1999 мектепте қызмет жасадым. Одан кейін 1986 жылы 68 мектепке ары-қарата жалғастырып 1992 жылға дейін қызмет жасадым. Мен жасаған жұмыстарға бұл мектеп, жаңа шыққан мектеп, қабырғасы аппақ, ештеңе жоқ, таза мектеп еді. Сол мектепке күндіз-түні еңбек етудің арқасында мектебіміздің қабырғасын физика кабинетін жабдықтауда біз өз үлесімізді қостық. Және білімімізді, балаға деген білімімізді саналы, тәрбиелі ұрпақты өсіру барысында өз баламыздан кем болмай, халықтың баласы демей, алдымыздағы ұрпағымызға тәрбиелі, саналы, білімді шәкірт етіп тәрбиеледік. Үлкен рахмет Айсұлу апай. Қазір мектебіміз мүлде жаңа деңгейге көтерілді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қолдауымен, Қазақстан халқына қолының көмегімен мектебімізде заманауи үлгіде STEM технология кабинеттері ашылып жатыр, яғни робототехника секілді. Дәл бүгін бізде оқушыларға жаңа шабыт беретін, шабыттандыратын, шығармашылыққа, журналистика бағытына көбірек көңіл беретін жаңа толықтай қамтылған телестудия кабинеті ашылып жатыр. Осындай жаңашылдықтар туралы пікіріңіз қандай? Және заманауи үлгідегі білім үрдісі туралы не айтар едіңіз? Инновация дегеннің өзі жаңашылдықты, ғылыми-техникалық дамудан артта қалмай, соны жастарымыз меңгеру керек. Олай болса, мынадай дамыған заманда, құстың қанатымен зымырай ұшқан заманда ғылыми-техниканы дамыту осы жастарымыздың қолында деймін. Экономиканың кілті тек қана алдымыздағы жас ұрпақтың қолында. Олай болса, біздің жастарымыз білімді де, үлгілі де, саналы тәрбиесімен жақсы оқу арқылы ғана тек өзінің ойлаған арманына жетеді деп ойлаймын. Барлық ғылыми техниканы меңгергенде ғана жастарымыз біздің Қазақстанымыздың дамуына өз үлесін қоса алады. Бүгінгі игілікті істің арқауында сіздің ұлыңыз елге танымал кәсіпкер Алмат Досымовты. Ол кісінің балалық шағы, мектеппен байланысы, өмір жолы туралы айтып өтсеңіз. Менің балам осы Арал қаласында нөмір 14 мектепте басталып 7-ші класқа дейін оқып келдім. Одан кейін біз Теміртау қаласының қоныс аудару мақсатында, яғни жұмыстың қысқаруына байланысты балам сол Теміртау қаласындағы 15-ші мектеп, Орыс қазақ мектеп гимназиясында 11-ші сыныпты бітірді. Мектепте жақсы, үлгілі, озат оқушы қатарында болды. Одан кейін 1996 жылы Қарағанды қаласындағы Көкетов атындағы заңгерлік факультетін бітіріп, Астана қаласының департаментінде және прокуратура бөлімінде көмекші прокурор болып қызмет атқарды. Одан кейін баламның маңдайына біткен жарық жұлдызы болар мүмкін, жолын ашқаны болар Алланың, кәсіптік бағытқа бет бұрып, осы дәрежеге жетті. Бұл дәрежеге жетуіне мен өзімнің алды біріншіден Алла деймін, екіншіден баламның таланты деймін. Сондықтан қалардың өрлей берсін деймін, дені сау болсын деймін. Тек қана осы Арал қаласының біз оқыған мектеп емес, мен жұмыс жасаған мектепке де спонсорлық, яғни жанашырлықпен мектептің дамуына өз үлесін қосып келеді. Сондықтан алдағы уақытта да тоқтап қалмай осы мектепке
қосымша көмегін беріп, жастарымыздың білім алуына үлес қосса екен деген тілегім бар. Алғысымыз шексіз. Алмат ағамыздың бұл қолдауын біз тек қана демеушілік ретінде емес, осы біздің мектебімізге деген шынайы сүйіспеншіліктің белгісі ретінде қабылдаймыз. Осындай жүрекпен жасалған істі қазіргі жас ұрпақтың бойына қалай тартамыз деп ойлайсыз? Мен халыққа жылы сөзбен, арнайы балдарға деген жанашырлықпен, бұл менің балам Астана қаласында көп бала аналарға мешітке өзінің қолдаушылығын көрсетіп келеді. Сондықтан алдағы уақытта халқымыз тең дәрежеде бай қуатты болып, елімізге деген дамытуға өз үлесін қосса екен деген арман тілегі орындалса екен деймін баламның. Айсұлу апай, сіздің өмір жолыңыз негізі жастарға үлгі. Бүгінгі мектеп оқушыларына, әсіресе болашағын үлкен армандармен байланыстырған жастарға айтар ақыл кеңесіңіз, тілегіңіз бар ма? Мен балдарға ешқандай сен оқы, сен мынадай жолға түс демей, әр баланың өзінің арман жолы бар. Сол арман жолына кедергісіз, ешқандай бөгетсіз балдарымның арманына жетіп, өзінің осы Қазақстанға деген бармақтай да болса үлесін қосып, Қазақстанның өркендеуіне үлесін қосса екен деймін. Айсұлу апай, жүректен шыққан шынайы әңгімеңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Ал біз бұл подкастты ерекше бір рухани сәтпен аяқтағымыз келіп отыр. Биыл Абай атамыздың, ұлы ақын ойшыл Абай атамыздың туғанына 180 жыл толып отыр. Осыған орай осы асыл мұраны ұлықтап, бүгінгі сұхбатымыздың құрметіне Айсұлу Тілеужанқызы өз қолтаңбаңызды қалдырсаңыз. Мен өзімнің қолтаңбамда Абайдың қара сөзімен аяқтарын біледі. Яғни ұстаздарға ақырын жүріп анық бас еңбек етпес қалаға дейді ғой. Ұстаздар өзінің жай ғана жүрісімен, үлгілі тәртібімен, білімімен әрбір баланың жүрегіне жол тауып, болашақ бағдарына бағыт берсе екен деймін. Айсұлу апай, үлкен рахмет. 100 жасаңыз, денсаулығыңыз мықты болсын. Алмат ағамыздың да кәсібіне үлкен сәттілік тілейміз, көптеген жетістіктерге жете берсін. Бүгінгі біздің сұхбатымыз аяқталды. Құрметті тыңдармандар, бізбен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Білім мен жаңашылдықта жүздесейік.